Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армы қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең бірінші жерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Зейнетақы қоры тұрғын үй менен емделуге қанша қаражат алынды? БЖЗК жыл басынан бүгінге дейінгі тұрғын үй менен емделуге азаматтарымыз қанша қаражат алғандығын мәлімдеді деп хабарлайды bak.kz тілшісі. Қордың редакциямызға берген ресми жауабындағы биыл 1 қаңтарынан 1 қарашаға дейінгі БЖЗК ақы тұрғын үй алу менен емделуге бір жолғы зейнетақы төлемін 502.242 адамға аударғандығын айтты. Барлық төлемнің жалпы сомасы 919,55 миллиард теңге, оның ішіндегі 242.544 адамға 531,6 миллиард теңгеден сәл артық сома тұрғын үй жағдайларын жақсартуға жұмсалған. 259.698 адам 377,2 миллиард теңгеден астам қаржыны емделуге пайдаланды. БЖЗК мәліметінше тұрғындардың бұл мақсаттардағы зейнетақы қаражатын пайдалану қарқыны жыл сайын артып келеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.